анау енді таза жынды ғой. Ұрғанын құлатады, оңға бір паразу смело шыға береді ғой. Анау деген қорқу дегенді вообще білмейді ғой. Арқасы қышса, қасып алатыны бар енді. И біреудің бетінен ұрайын деп тұрады да тізесінен сүйіп алады. Сондай спортшыға olan балдар енді. Кім деген дейсің? Марс деген. Марс? Иә. Онда жер шарының жігіттерін жинап Марсқа ұшып айтпадық. Сен де тыныш жүрей, қыз дей берейін. Салам сапай. Саламатсыңдар ма? Не тұрсың? Мысық, не болған түр не? Апай кеше ағаштан құлап түсіп ғой. Енді мысықтар деген ағаштан құлаған кезде төрт аяқтап түсіп ме бейді? Көп сөйлемей сыныпқа кіріңдерші. Қоңырау болады қазір. Менің сыныптасым, маған физика, ауа тасып су. Менің сыныптасым, математика, бөлу қосу алу. Мектепке дәптер ала кел, еп кел, онда кіргізбей. Менің сыныптасым, сен үшін істейм, сен үшін істейм. Менің сыныптасым, сен үшін істейм, сен үшін істейм. Он бір бай тынышталамыз. Қане орнымызға отырайықшы. Біздің сыныпқа жаңадан оқушы келді. Есімі Бекболат. Бекболат, сен әзірше Мадинаның қасына отыра қойшы. Апай, Мадинаның қасына отыратын болса, бетін мүждірейтін сияқты ғана. Мадина бетін давайлар. Так, бүгін сабаққа келмегендер бар ма? Саламатсыз апай, кірге оға ма? Кір, қайда жүрсің? Көшеде келе жатсам, бір үлкен әже жолдан өте алмай тұр екен. Сонымен? Соны өткізгесем бола ма? Көп сөйлемей отыршы орнына. Ачу бір класқа інісін әкелген ба не? Айтпақшы, бізге келген жаңадан оқыш қой. Сен артқы партаға барып отыршы. Бана апай, 1 минут кешігіп орнынан айырылып отыр. 1 сағат кешігіп басқа мектепке ауыстырып жүрем десеңші. Кім бұл? Білмеймін. Айтпақшы өткен мысық не қапты? Кімдер ұрып кеткен екен? Білмеймін, жүдді хабарым жоқ шығарам. Айтпақшы мектепке кім қарайтын болыпты? Естімедің ба не? Кім қарайтын болыпты? Охранник қарайды деп отыр ғой, фонарикпен. Балалар, дәрігерімізді ашамыз, бүгін күнді жазамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 39-ші бет, жаңа тарауды бастаймыз. Ручка бар ма? Ручка? Бар ручка. Қарызың 1000 теңгеден асып бара жатыр. Төле қарызыңды. Ой, тәте. Шұбыртпай оны 1000 теңге деп жаза салшы. Өзім білем, қарыздап кел. Иә. Тәте, булочкаларыңыз жұмсақ па? Жоқ, қатты. Булочкамыз қатты, компотымыз тәтті дейсіз ғой. Салмас па, тәте? Білі. Қыздар жадырап, жайнап, шайдай қайнап тұрсыңдар ғой. Жапшы аузыңды. Жай сөйлесіңдер ма? Бетке буларың ұрып тұрды еш. Короче, қыздар, менде бір мынандай ой болып тұршы. Давайте сендегі 20-20 теңгеден бір коржик алып берейін. Естім кешке қыдырып қайтсақ. Ей, байқұс бетіңде ұратын, жеріңде қалмады тұр, кеттікші. Мысық, алма бар ма? Алма сұрыш? Алма жоқ қой дейм. Қыздар, бір қара жорға билемедік па? Кәріс, сенің алма жақсы көретінді біліп, саған алма алып келдім. Рахмет. Ұнамай қалды ма? Құрттап кеткен алмаң. Кәріс, ренжімеші, мен білмей қалдым. Аузынан бір тебем манан же. Неге мәз болып отырған олар? Или ақшаны сұрамайды деп ойлаймын. Сөйлесеміз олармен. Не oldu ayağın stolun астына сыймай отыр ма? Или ерте өсісің аяғың секунд сайын өсетін? Онда кішкене көзіңе қарап жүрсей, лох. Чота мен не болып жатыр я? Сен тыныш отыр, тамағыңды семіз. Кімге семіз деп отырмын? Білмеймін, братан, маған емес. Саған осы аузың артық болып жүрген жоқ па? Сенің қарның сияқты ма? Шеше. Анаң аузы өзіне артық екен радной.
ит дерсің. Басына қаптап келеші, мен мақма. Ора көр. Жалпы негіз сенің аузында қанша тіс бар? Сенің салмағың сияқты ғой, өзің есептеп алсаң. 132 тіс бар ма не? Прикинь. Жүріңдер кабинетке. Жүр. Болмаса ғой кабинетіңіз бір жинап алсаңызшы. Осы сендерге ше қанша айтса да дарымайды екен. Аталарың осындай жүрді ме мектепке? Ең болмаса неге сол кісілерді аямайсыңдар? Бауыржан Момышұлының бір керемет сөзі бар. Тәрбиесіз ел болмайды. Тәртіпке бас иген құл болмайды. Атасының ақылын алған Тентек ұлда жөнделер. Дұрыс айтасың Әлімжан. Ел болам десең, бесігіңді түзе. Сен шыға берші Әлімжан. Сөйтші. Бала тәрбиесі керекті құрал. Бұдан кейін төбелесетін болсаңдар, ата-аналарын мектепке шығарам ше мектептен. Түсіңдер ма? Кетіңдер ма? Айтпақшы, Жеги, Марстың нөмерін таптым мен. Қойшы, қазір звондаймыз. Алло, Марс деген сен бе? Иә, мен. Сен кімсің? Біздің кім екенімізді не қыласың? Біздің баланы ұрып жіберіпсің алдымыз. Сонымен не деген келіп тұр? Соны кездесіп сөйлесіп тұстайық. Сөйлесек. Біздің мектептің артындағы заброшкаде. Давай. Жеги, кешке заброшкаде. Все онда. Дайындандар. Дала жып-жылы болып, күн шығып, жылғалақтан суақ тұр ғой. Негізше, брат, біздің директорын айтқан нақыл сөздері бір жағынан дұрыс па деп ойлап келатырмын. Оны директор айтпаған ғой. Енді кім айтқан? Ғалым, жазушылар айтқан ғой. Ой, родной, мен саған просто директорын айтқан әңгімелерін айтып келатырмын. Марс жоқ қаралар. Марс қайда? Сөйлесуге кебек қой. Қатты сөйлесіп қоясыңдар ма не? Араларында жазып жіберетіндер жоқ па? Мектепте кім телефон алып қойды, Қасымбек арке ғой. Шошаң еді. 5 салдым. 11 шығып отқан кезде мал екен ол да. Жеги. Бетекті ақыры үйге айтпаймыз ғой. Домаланып тұр. Плотно бір картошка не болайық та. Брат, и так домаланып тұрсың ғой. Құры. Мал, құрана доптап кел бар еді. Өзің алып кел, өзің лақтырдың ғой. Мал әкесін бетің айтайын, Антош, ишак бас. Сүмелік десеш. Жеги, осы байқайсыңдар ма? Біздің медет бәң әлі дышыда жүрген кезде вообще шаршаған жоқ та ше. Әлі жүрген спортсмен ба бір шамайсың. Қарас, жылға ғой, жылға. Тигр. Мәт! Ырзау, ана тұрған допқа ше, ана тұрған допқа. 3 секунд суда, 3 секунд туда. Ой, үстен емізіп жібергесің. Кетчінді. Let's go!
жазуға маған тек сен керек едің досым. Заманында өзіміздің көрдік талай, қанша рет жыртылса да кері жамай. Сағынамыз сол кездерді қазір